киелі сахна төрінде жүргеніме 50 жыл толды. Осы жылдар ішінде халқыммен бірге талай маңызды кезеңдердің куәсі болды. Туған жерге деген құрмет әдемі сөзбен емес, әр саналы қадамыңмен өлшенеді. Мен туған жер туралы әндеріммен, халықтың жүрегінде отанға деген сүйіспеншілікпен сенімді ұялатсам деймін. Нағыз отаншылдықтың белгісі өз елінің тағдырына бейжай қарамау. Мен үшін сән тек киім емес, ол арқылы қоғамға өз ойыңды, идеяңды жеткізе аласың. Қазақстан сән апталығында мен Арал теңізінің тағдырына арналған топтамамды ұсындым. Өйткені өнер маңызды мәселелерге назар аударта алады деп сенемін. Ертеңнің қандай болатыны бүгін қабылданатын шешімдерге байланысты. Сондықтан өз ұстанымыңды білдіретін сәтті кейінге қалдырма. Күнделікті мыңдаған тағдырмен саналуан оқиғаны экран арқылы жеткізе отырып, бір шындықты ұқтым. Сөз бостандығы ойда ашық айту ғана емес, әр сөздің жауапкершілігін сезіну. Арзан сенсация мен ұсақ түйек ақпарат қаптаған заманда сапалы журналистиканың бағасы екесе артады. Әр қайсымыз үнсіз қалмай, бірлесе әрекет еткенде ғана нақты өзгерістерге қол жеткіземіз. Өйткені ашық диалог бар жерде ғана сенім мен даму болады. Ақ халатты киген сәтте мен адам өмірі үшін үлкен жауапкершілікті сезінемін. Мемлекеттің басты құндылығы адам мен оның өмірі. Ауыл мен қаланың әр тұрғыны дер кезінде шипа алып, өзін қауіпсіз сезінуі тиіс. Дені сау адам бақытты, дені сау ұлт қуатты. Біздің бүгінгі таңдауымыз ертеңгі медицинамыздың сапасы, балаларымыздың саулығы. Сол таңдауды бірге жасайық. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.